Неге адам өз өмірін жақсы өмірге айналдыру керек дейді. Давайте былай түсініп алайық. Ақшаны түсініп алайықшы бірінші. Ақша деген не? Ақша деген ол біздің жақсы өмір сүруімізге арналған құрал. Яғни щедрый болсаң, өзіңе бірінші очередь. Автомат өмірің өседі, болды. Сондықтан да сіз қазір өзіңізге көңіл аударып, өзіңіздің авторитетіңізді көтеріп қана қоймай, өзіңізге бір көңіл аударып, жақсы өмір сүруге, шетелге шығуға, жақсы үйде өмір сүруге, жақсы майша мінуге, самолетпен ұшуға көңіл аударған күні сіздің мына жақтағы жұмысыңыз барлығы өседі. Неге? Өйткені жаңағыдай ғой, бізде қазақта күшті сөздер бар ғой. Досыңды ауыстыр, сенің өмірің автомат өзгереді. Дос деген күшті ғой, мысалы, сен алқашпен өмір сүрсең, алқаш боласың. Бизнесмен өмір сүрсең, амал жоқ, сен бизнесменнің өміріне айфон алуың керексің, Rolex алуың керексің, анау. Енді осыған байланысты сенің арманың кеткен сайын жұмысыңда осыған байланысты өседі. Сондықтан да сізде таңдау бар. Ауылдағы бірінші адам болуға да болады, немесе елдің бизнесменнің ортасында болған болсаң да болады. Өмірің өзгереді,